ағамыз болып жымпитыда, оның руы Байбақ емес. Бірақ Байбақтың несін, шежіресін жақсы шығарған. Себебі Байбақтар енді Байбақтың жері ғой. Сондықтан Байбақтың шежіресін жақсы шығарған. Бірақ бұғанайлар қысқа қайтарылған. Жалпы біздердің мағлұматымыз бойынша Байбақтар ел болып көп көшкен, жақсы жер іздеп. Ең соңғы тоқтаған жері анау қалмақтар ары қарай Астраханьға қарай айдап қуып жіберіп жүрген біздің бабаларымыз Бұғанай емес, Байбақты. Сол кезде Байбақтың аты шығып, Байбақтыдан сосын екі бала дүниеге келеді. Жалпы Байбақты 3 әйелден алған адам. 17 ұрпағы болған. Соның ішінде ұрпақтан қалғаны Батақ пен Байжие. Біздер Батақтан тараймыз. Сонда Байбақтың үлкен немересі болып тұр. Біздің аталарымыз. Енді Батақтан бір жағында жаңа айтып шығардық қой. Енді білетіндер болар, білмейтіндер болар. Мен өзімнің білетінді айтып тұрғаным. Ал енді мен 61 жылдан бері осы Оралда тұрамын. Оқуға түстік. Содан кейін осында жұмысқа қалдық. Осы Оралдан сонда бір талай жыл тұрып қалдым. Біздер енді шынын айтсақ, Оралдың орыс емес, итіне дейтін қантіне. Оралды жақсы көріп тұрғаннан кейін. Қазір сол орыстарда жоқ, қазақ айтып көбейіп жатыр. Сондай жағдай, мен айтайын деген көп рахмет. Сосын мына азаматтар айтып жатыр. Біздің арамызда осы заңгерлер болар. Жалпы басқа жақсы, мынау қазіргі заманды жақсы білетін азаматтар болар. Оның қысылып қымтырылатын ештеңе жоқ. Қауымдастықтар ұйымдастырылып жатыр. Оны қазір заңдастырып алуға болады. Егер де бұғанайлар, бауырлар деген бір ұйым болатын болса, онда тұрған еді. Ешқандай оның несі жоқ. Қазір партияда құрылады осы жұрттың бәрі. Бірақ біз саясатқа кіріспейміз. Біздің шаруамыз өзімізді өзіміз тану, ұрпағымызға өнеге үйрету. Мен айтар едім, егер де біздер осы бір сондай бауырлардың ұйымын құрып жатса, әр адам сол мынау арнаймен келісіп бір кеңес құру керек. Бір азғантай болса да неміз болу керек, қаржымыз. Ұрпақ тәрбиелеуге көмектесуіміз керек. Иә, ұрпақ тәрбиелеу. Енді мысалға оның несі зиян? Егер де бірінші сыныпқа баратын біздің бұғанайлардың ұрпақтары болса, мысалға бұғанай аталарынан сыйлық деп мынау жаңағы оқу балсаларының алдында әрбіреуіне кішкентай подарок берсек, одан не зиян бар? Солай емес пе? Атаңнан сыйлықты. Иә. Сосын енді біздің жүрген әр жерде ағайындарымыз болады. Біреудің жағдайы нашар болуы мүмкін. Біреуге көмектесу керек болады. Неге біздерге көмектеспеске? Бір алғандай қорымыз болсын. Ол қорды басқаратын бір өзіміздің жанашыр азаматтар болсын. Ол қорды мысалға тіпті ешкімге сен жарнаңды осылай төлеп тұр деп айтпай-ақ, мына жақсы сөз жарымырыс дейді қазақ. Садақа дейді. Жақсы амандасаң да, жақсы күліп қарасаң да, жақсы сөз айтсаң да. Енді осы біз анау молдаларға жыл сайын кісі басына садақа береміз ғой, айт кезінде. Ал сол садақа молдалар пайдаланып кетіп жатқан болар деп есептеймін мен өзім, солай ойлаймын. Оның үшін сол қорында ана балалар үшін жұмсап, кісі басына мысалға қаншадан келеді?
Одан да ойлап тұрған не бар? Мен сондай кей уақытта соны ойлаймын. Одан да соны біздің балаларымызға берейік, ана моллаға бергеннен гөрі. Ал енді мен көп сөйлеп кеттім, айыпқа бермеңіздер. Біздің жағдайымыз осылай.